керектігі тиеді деп ойлаймын. Жалпы мамандық деп отырғанымыз не, кім айтады? Мамандық дегенді қалай түсінесіздер? Қараңыздар, өзіне сенімін арттыру, өз жұмысын ұйымдастыра алу, жауапкершілігі мол, өз-өзін оқытуға бейімді, ұжымға үлес қоса білетін, пікірталаста өз ойын қорғап, өзге ойды сыйлай білетін, және тәжірибеден өзіне пайда ала білетін, проблеманы шеше алатын, өз бетімен шешім қабылдай алатын. Мамандық таңдауда неліктен қателеспеу керек? Өйткені біз мамандықты таңдап алып, оны сүймесек, ол мамандықты, яғни онымен жұмыс жасағымыз келмейді. Ол жұмысқа ешқандай зауқымыз болмайды. Ал біз жақсы нәтижеге жету. Енді мына жерде қазір мамандық таңдауда неге мән беру керек? Осыны білуіміз абзал екен. Мына видеоға назар аударайық. Адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі мамандық таңдау. Ал бұл шешімді қалай дұрыс қабылдауға болады, қай салаға қандай, қандай мамандық болашақта сұранысқа ие болады. Осы сұрақтар әсіресе мектеп бітіруші түлектерді жиі толғандырады. Және дәл осы тұста кәсіптік бағдардың маңызы зор. Ендеше кәсіптік бағдар дегенімізде мамандық таңдауда нақты қалай көмектесе алады, бірге тапсырамыз. Яғни төрт күшті таңдаған адамдар бұлар өте шығармашылықты жақсы көретін адамдар екен. Мына жерде фигуралардың ішінен бір фигураны таңдаңыздар. Төрт күшті шеңберді таңдағандар, олар көбінесе бір орында тұрған емес, жаңашылдықты жақсы көретін тұлғалар екен. Сондықтан да мамандықты таңдаған кезінде осыған байланысты таңдау керек. Үшбұрышты таңдағандар. Үшбұрышты таңдағандар, олар яғни ешкім кедергі жасамай, өзі жеке бір кеңседе отыратын жұмысты жақсы көретін адамдар екен. Үшбұрышты таңдағандар. Мына жерде трапецияны таңдағандар. Трапецияны таңдаған кісілер, олар көпшілікпен араласқанды жақсы көретін адамдар. Мысалы, мұғалім, сол сияқты дәрігер, көпшілікпен жұмыс атқаратын кісілеріңізға мамандықтармен және мамандықтардың атқаратын жұмыстарына байланысты фигуралармен кесілген тірмелерді содан құрастырып, дұрыстап, орын-орнымен реттеп қойсаңыздар. Кәнекей балалар, екі топ бірігіп жинақтап отырып жасаймыз. Жақындарыңыздар, екі топ. Мынандай болады, қараңыздаршы, екі топ деген. Мына жерде тұрғы доғырламашы. Видеоға сіздер көптеген мамандықтармен, жаңа мамандықтармен таныстыңыздар. Болашақта мамандық таңдауда қателеспейді, дұрыс мамандық таңдайды деген сенімдемін. Алла қаласа ұлттық бірыңғай тесті жақсы балл алып, жоғарғы оқу орнына түсіп кетулеріңізге тілектеспін. Ал енді Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетіп тапта байқала деп, әрбір мамандық арқылы біз өзіміздің кірпішімізді қалап, өмірде тетігімізді тауып, кірпішімізді қалауымыз керек екен. Олай болса, сол жерге мамандықтарды жазып, мына жаққа қарай жабыстырып тастақ.
Балалар, бүгінгі тәрбие сағатымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.